Сәлеметсіздер ме? Көркем жазу сабағымызды бастаймыз. Сабақты соңына дейін қарап, подписка жасап тіркелуді ұмытпаңыздар. Көркем жазуға үйренудің тиімді жолдарын айтамын, және жазудың сапасы жақсы болу үшін оны қалай қалыптастыру қажет екенін айтамын. Ең бірінші бала базалық элементті жазып үйреніп алу қажет. Бала әдемі көркем жазу үшін дұрыстап отыруымыз қажет. Кеудені тік ұстап, қолымызды дұрыс қойып, дұрыс отыруымыз қажет. Және де ручканы да дұрыс таңдауымыз қажет. Базалық элементтің ең біріншісі көлбеу сызық деп аталады. Одан кейін қысқа таяқша деп те аталады. Бала осы элементтерді дұрыс жазып үйренетін болса, онда бала көркем, әдемі қылып жазып үйренеді. Бала жұмыс жолында дұрыс жазуды үйрену қажет. Көлбеу, қысқа және ең біріншісі осылар. Таяқша. Таяқша бұл үлкен әріптерде көп кездеседі. Көлбеу, қысқа, таяқша. Осыларды балаға жақсылап үйрететін болсаңыздар, онда бала әдемі, көркем етіп жазатын болады. Екінші түрі бұл қармақ деп аталады. Бұл да көлбеу сызықтан тұрады. Көлбеу жұмыс жолында аяқтаймыз бұны. Жұмыс жолының ортасында аяқтаймыз. Көлбеу жазамыз, бұрыламыз, жұмыс жолының ортасына келген кезде аяқтайтын боламыз. Балаға осылай үйретіңіздер. Және үшіншісі бұл ілмек деп аталады. Бұл да көлбеу сызықтан тұрады. Қосымша жолдың ортасына дейін келеміз. Дейін келіп, бұрыламыз, түзу сызық. Түзу сызығымыз жұмыс жолдың ортасында аяқталады. Ілмек сызығының екінші де түрі бар. Бұл жерде жұмыс жолының ортасынан бастаймыз. Жоғары көтеріліп, төмен көлбеу сызамыз. Жұмыс жолының ортасынан бастаймыз. Жоғары көтерілеміз, бұрыламыз, көлбеу саламыз. Екеуінің басы бірдей болу қажет. Жұмыс жолының ортасынан бастаймыз, көлбеу саламыз. Енді төртінші бұл жарты, төртінші түрі жарты дөңгелек деп аталады. Жарты дөңгелек элементіміз бұл көбінесе С, Ж әріптерінде көп кездеседі. Көпір, көлбеу сызық және қармақ. Теріс қарап жазамыз. Көпір, көлбеу сызық және қармақ. Көпір, көлбеу сызық, қармақ. Бесінші түрі дөңгелек деп аталады. Бұл ең бірінші көпір саламыз. Одан кейін көлбеу сызық, көпір. Көпір, көлбеу. Бесінші түріміз көлденең жатқан қармақ. Бұл жерде бұл үлкен әріптерде кездеседі. Г, Ғ әріптерінің басында кездеседі. Қалпақша деп те атаймыз бұны біз. Алтыншы диагоналды көлбеу сызық. Бұл Л, М әріптерінде болады. Бұл көлденең жатады. Көлбеу сызықты көлденең саламыз. Көлденең саламыз. Сегізінші үшкір
қармақтан тұрады. Бұл қазақтың әріптерінде кездеседі. О, Ö әріптерінде кездеседі. Бұл да көлбеу сызық, түзу сызық, түзеу сызықтан тұрады. Көлбеу сызық, одан кейін тік жасаймыз. Көлбеу, тік. Жұмыс жолының ортасында аяқталады. Екінші түрі бұл да көлбеу сызық және бұл да тік келеді, бірақ бұл қосымша жолға шығады. Екіншісі тоғызыншы, бұл екі жақты қармақ деп аталады. Бұл Г, Х қазақтың әріптерінде кездеседі. Көпір, көлбеу сызық. Элементтердің көбісі базалық элементтерден тұрады. Осы 9 элементті бала жақсы білетін болса, онда бала көркем, әдемі жазатын болады. Тыңдағандарыңызға рахмет.